Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Көңіл күйіңіз қалай қыздар? Жақсы, күшті. Тамаша. Қыздар, мен сіздермен ерекше ертегі ойынын ойнасам ба деймін. Ең алдымен сіздермен бір танысып есімдеріңізді айтсақ деймін. Ал сенің атың кім? Менің атым Кадия. Сенің атың кім? Менің атым Рана. Сенің атың кім? Керемет, қандай әдемі есімдер екен. Ал ендеше қыздар, алдымыздағы әрқайсымыз өзімізге ерекше ертегі құрағын жақындатып алайық. Мінекей бұл саған, ал бұл Ранаға, ал бұл кімге бізде? Кадияға, иә? Әрқайсының астында мынадай кішкентай магниттер бар. Сол магниттерді астына қою арқылы жылжытсаңыздар болады. Әрқайсымызда әртүрлі ертегі кейіпкерлері бар. Қараңдаршы, мынау кім бізде? Ата. Иә, ал мынау не? Мысық. Ал жақсы, ендеше мұқият ертегі кейіпкерлеріне қарап алыңыздар. Қазір сол бойынша, оларды реттілік бойынша астынан жылжыта отырып, ертегіні құрып, біздер баяндап бірге айтатын боламыз. Келістік пе? Ал ендеше мен бастайын. Ертеде бақшада атамыз шалқан егіпті. Қазір шалқан еккен екен. Сосын кім келеді? Ата. Астынан жылжыта ғой, апар шалқанға. Апар. Сөйтіп атамыз шалқанды тартады. Шығара ала ма? Жоқ. Сосын көмекке кімді шақырады? Иә, апара ғой. Саған көмектесейін. Сосын әже тартады. Шығара ала ма? Шыға алмайды. Иә, көмекке кімді шақырады? Менің. Қызды шақырады, иә? Үшеуі тартады, шығара ала ма? Жоқ. Иә, сосын қыз мен шақырады көмекке. Мысық. Ал жақсы, мысықты. Ит шақырсын, иә? Ит шақырып тұр. Ал ит көмекке нені шақырады? Мысық. Мысықты шақырады. Мысық көмекке нені шақырады? Шалқанды шақырады. Сөйтіп, барлығы бірігіп тартқан кезде шалқанды шығара ала ма атамыз? Иә. Дұрыс, жарайсың. Керемет. Бұл бізде қандай ертегі болды сонда? Шалқан ертегісі. Шалқан ертегі. Жақсы. Ал ендеше Ранамен біздер ертегімізді жалғастырайық. Рана, сенде қандай ертегі? Бауырсақ ертегі. Бауырсақ ертегісін сен жақсы білетін шығарсың, иә? Өзің жалпы бауырсақ жегенді жақсы көресің бе? Үйде кім пісіріп береді? Әже. Әженің бауырсағы дәмді ме? Тамаша. Ал ендеше бауырсақ ертегісін бастайық. Мінекей магнитті ала ғой. Атасы не дейді әжеге? Бауырсақ пісірші дейді, иә? Содан әже бауырсақ пісіреді, иә? Жұмыста ғой астынан. Бауырсақты жылжытайын, көмектесіп саған. Содан әжесі бауырсақты пісіріп қайда қойып қояды? Терезеге. Суысын деп қойып қояды, иә? Бірақ бауырсақ не істейді? Терезеден қарап тұрып ашып кетемін. Содан бауырсақтың алдынан кім шығады ең бірінші? Ең бірінші кім шығады? Қоян. Иә, ал қанекей қоянды жылжыта ғой. О, тамаша. Сөйтіп қоян не дейді? Екеуі қалай не деп сөйлеседі? Боқсақ. Мен бауырсақ болайын. Жоқ, жемеші, мен саған өлең айтып берейін. Ал айта ғой дейді. Атадан қаштым, әжеден қаштым, енді қоян сенен қашып кетем деп, бауырсақ қояннан қашып кетеді.